Баршаларыңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мен Айжан. Осындай дәмі керемет болып шығатын пирог жасауға кеңес беремін. Бұл әрі кекс, әрі пирог десе де болады. Құрамында банан және өте қолжетімді заттар қажет болады. Ол үшін бізге қажет заттар банан, жұмыртқа, қант, ұн, қопсытқыш. Рецептін толық нұсқасын мен описание бөлімінде толықтай қалдырып кетемін. Сіздер сол жақтан қарап, сақтап алып жасасаңыздар болады. Бананның піскен түрі қажет болады. Бананымызды алып, шанышқымен езіп, оған жұмыртқа қосып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Бұл рецептке миксердан қажеті керек жоқ. Қолмен жасап, бір жарты сағатта дайын болатын пирог. Қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұл массамызға қопсытқыш саламыз және ас содасында саламыз. Биік көтеріліп, керемет болып піседі. Ұнымызды електен өткізіп, бірденен барлық ұнды салмаймыз. Бөліп араластырып алып отырып салатын боламыз. Міне осындай масса болып шығады, қоюлы. Содан соң біз 6 ас қасық сұйық май құямыз. Сұйық майда өзінің влажный болып пісуіне әсер етеді. Міне осылай болып шықты. 180 градуста 30 минутта пісіп шықты. Арасы толық болып пісіп шығады. Еш уайымдамай жасасаңыздар болады. Кекстің формасына да салып пісірсеңіз де болады. Егер менің видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.